Кейгелі бері мынандай эмоция сезім көрмеген менше. Түсіріп жатырмын ба точно? Кейде басылмай қалып кетеді да менде ше. Енді бүгін керемет күн болайын деп тұр. Білмеймін, бір кісілер шақырды, короче, армандасай деген бір нелер. Бағлан, ар жақта Құралай, Сәкен. Күтіп отырмыз қалған адамдарды. Сосын бар ғой, болар андай бір түрлі андай, короче, интрига жасады да бізге. Интригалары, короче, андай ғой. Армандасай деген ат. Әдем ат бірақ андай. Өзіме де ұнап қалды ше. Bir шетінен қорқынышты, бір шетінен интересный нәрселер болды ғой бір. Көреміз енді. Жаңа маскадағының бетін шешем деп отырмын мен. Бетін шешу керек қалайда. Ондай бетсіздердің бетін шешу керек. Олар көп жүргізбеу керек. Қалжыңдап отырмын, ойнап отырмын андай. Эмоцияға беріліп кеттім, ренжімеңіздер. Сәке, сіздің микрофоныңыз қосылып тұрса бір бәле десеңізші. Мен айтайын. Армандасайдың маскасын шешуге армандап жатырмыз сол. Армандасай деп, ё-моё, қоян сүрені сап кетсе. Мына жерде бір бала жүр, маскасы шешіліп қойған, сол ма емес па енді. Если ол болатын болса, білмеймін тегі ше. Мен де бір айтайын ба? Айтсайшы, не дейсің? Мен де микрофон. Тоқта. Не дейсің? Интрига болып тұр әлі де. Интриганы до конца ұстайтын адамдар екен. Мына кісі ма деп қоямын. Көзімнің қиығымен. Білмейміз енді пока что, я не знаю, честно. О, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Мінекен яқта жігіттер балалар болып жиналып отыр. Күшті енден. Микрофон яқта қалып кетті, мен өзімде сөйлеп отырмын яқта. Бастаймыз. Адам жиналған сайын арқаңда бір бәле жыбырлайды екен ғой, короче. Өйтеді ол қыз. Сондай жаман сол қыздың ше. Аппақ формада киіп алған бір жігіт жүр, әр уақытта ұқсап ше. Қалай ойласаң да қорқынышты болып не істейді, көз алдың елестейді, короче. Крикті ана жігіт кіргізе алмай жүр бағанан бері. Че там, брат, кіреміз ба? Қазір 10 минутта дайын болады кофе. Аха. Сол уақытта бірге кіреміз, иә? Болды, жарайды. Раз, два, три. Елочка гори. Ал енді құрметті достар, дәл осы жерде барлығы жиналып отыр. Бірақ ешқайсысы армандасайды мен екенімді ешқайсысы білмейді. Ешкімге айтқан жоқпын, интрига. Короче, қазір барынша айтып көрсетемін, көреміз. Адамдар барынша жаңағындай активный болу керек, қызық болады сияқты. Бүгін айтамын ба, айтпаймын ба, даже ол да мүмкін белгісіз. Ал сендер сөйтіп ойлайсыңдар ма? Қалжыңдадым. Білесіңдер ғой, мен эмоциональный адаммын ғой, да эмоциямды осы жерде шығарып тастамасам бар ғой, ішімде қалып қалатын сияқты ше бір. Енді ешкім білмегеннен кейін, яқта қазір барынша интриганы ұстап тұрып көріп жатсыздар эмоцияларын, елдің бәрінде түрлері түсініксіз, не болады екен, қалай болады екен деген сияқты, даже ұстап жіберу мүмкін деген оймен келмей қалған жандар да бар екен да. Келмей қалған жандардың іші ашысын. Өте керемет осындай. Кореян тарихында болмаған нәрсе болайын деп тұр. Расымен армандасайын айтатындай ақ бар Кореян тарихында. Мен бұндай дәл көрмедім. Мүмкін алдында болған шығар. Бірақ мен келіп бұндай нәрсе болмаған. Сол үшін барынша қолдап, комментарияларыңызды жазып, лайктарыңызды басып, каналға жазылып, барынша қолдап кетсеңіздер, достар, одан да керемет қызықты влогтарды күтетін боласыздар, көрсететін болам. Мына жерде микрофон істемей қапты. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Көңіл-күй жақсы. Күшті. Нормально. Бәрекелді. Ал Сәке қалай? Жақсы, күшті. Күшті. Күшті андай. Күшті тұрғы негізі. Ұнап тұрма сендерге? Достар, не отқан түсінбей жатырмыз. Бәрімізді прямой естіға кіргізіп, бәрімізді тиктокқа прямойға кіргізіп қойды. Не болайын деп жатыр екен? Мама. Не болады екен? Ойлаңдаршы, не болады екен? Не ойлашы бізді? Я? Бәрі эфирде тұр. Короче, потолок міне, мынандай жерге келдік міне. Қыздар, жігіттер кіріп келе жатыр. Қош келдіңдер, жігіттер. Бұл мен. Бүгін соңғы күндерің, короче, Кореяда. Наңғарсаңдаршы. Қандай совпадение деймін да, тура осында келемін де төргеге отыра саламын ғой, короче. Кез келген жерге барам, төр менікі ғой. Сәке, төрге шықсаңдар, қыздар төрге шықсаңдаршы. Төр науғы білесіңдер ме? Құралай? Қарай, төрге шықсай. В общем, друзья, я сейчас на закрытом собрании. Здесь в основном тиктокеры, именно казахоязычных из Казахстана. Позвали меня сюда, просто эта интрига большая идет. Не знаем, ради чего позвали. Арендовали вот такое большое помещение. Вот Абду Сафар, администратор этой вечеринки. Я не понял, сейчас в маске кто-то должен прийти и типа раскрыть свою личность. Нам всем интересно. Если маску не снимет, придется толпой гасить. Не знаю, что-то надо делать точно, однозначно. Но за казахстанский шоколад это особенно большой респект. Казахстан в моем сердце всегда. И будет в моем желудке, походу, еще. Мынандай күнделік берді. Бұл прикол қазір қызық болатын сияқты. Бірақ білмеймін не екен, қазір көреміз. Зачем это все? Пока бас. Салмаңыздар пока.
Мынакта маркер берип атыр. Көрдүңүздөр го, не болуп Буна совпадение дейт, совпадение. Сторис көрдүм анда интрига сыяктуу салган го. Мына жерде түсүргөн походу сону. Мына жердеши. Күчтүү сыяктуу нага. Күчтүү видео тема. Блин, видео деген кайф конякта кудай, дем аласың го, короче. Кандай ощущение болуп тур жалпы? Еще күчтүү андай бир түрлүү болуп турунчу андай. Необычно ма да? Коркунучтуу ма? Кофеңизди әкелип берейинби? Андай непонятно вообще. Если өзүнүн көңүлүнөн чыгып атса да, мисалы армандаса деген жаңағы не билмейм го. Кандай не рекламировать этип атсыңдар? не айтатын ең мисалында? Сен осыны кейін алған эмоцияңмен кайтып бөлісетін ең да мисалы? Ма дейдім. Жоқ, мен енді айтам ғой. Кім екенін көрем, потому что мен білем ол біздің таныстарымыздың біреуі сияқты. Жаман сондай чувство, потому что каждыйымызды таниды, каждыйымызды біледі. Мне интересно, өйткені еще бүйтіп қояды, типа, мен тапқан адамға бірдеңе беремін. Соны айтам да, значит, ол точно біздің арамыздағы біреусіңдер. Қайсың размар ашасың? Размар ашасың ба? Барма, смело ашын, любой ашын. Қараңғы, адай, армандасайдан да маскасын киіп жүретін жігіт бар ғой. Тура сонда ғой, короче, атмосферасында бүйтеді. Кішкене қараңғы. Ойбай, нағып дейін, мағысағы чарғын. Жарайды. Ренжімеңіздер анда, қатты айтсам. Мына жігіт, короче, армандасайды, бастап атқан жігіт ба, білмеймін, қазір. Адамы келе ма, или келмей ма? Алдап ат көрсетті. Адам келмес келеді дейді. Негіз бар ғой, мен мына жігіттен күдіктенем бар ғой. Мен емес. Осы жігіт негізі бәлем бәрін мөлдіріп отқанша. Ассалаумағалейкум деп шықса таңғалмаймын мен ше. Негізі общий қанша адам шақырдыңыздар? 12 адам шақырылды ма? Толық 12 адам шақырылды ма сонда? Так, бізде қазір 6 адам келіп тұр ғой. Сонда 6 адам жоқ, ойлаңыздар. 6 адамның келмеу себебі мен біліп тұрмын. Не деп ойлайсыздар? Қорыққан ғой, ұстап алып қашқан. Иммиграция ұстап алды, қорыққан ғой, короче, сонымен тимеген ғой. Армандасай деген проект бар. Мен инстаграмға кірсеңдер, инстаграмда көре аласыздар. Өзі маска киген. Не болды, не жібердің андай? Нелі, рахмет. Кофені ішіп қоятын болдым ше, бастылам дегенше. Ішті пыстырып жүретін деген басы. Білмеймін, басы солай басталып жатыр андай. Эмоция да бар, ішті пысып жатыр. Ана басын жолға кетір, амалеш деп па? Үйті артынан кемеш ба? Өзінше бір контент керек қой, короче, бәрі контент істейміз деп келіп жатқан адамдар ғой, арасында. Мен особо ондаймын. Мен өзім сөйтіп келіп жатырмын мысалы ше. Білеймін, оны сен қорықтан дедің адамды. Мына почерк Хрустик деген жігіттікі. Рүстем я, брат, атың я? Ал Такенский деген жігіт өздеріңізге белгілі анча деп айтады, айтыр, білмеймін. Өз-өзіңдігін продвижение, мен де өзімде. Тема. Кән, брат. Ойбай, армандасай. Сәке жазыпты. Армандасай. Маяқта жазылыпты. Жоқ, жасыл берші маған, жасыл жақсы көрім, брат, жасыл түс жақсы көрім. Ойлайын жарыстан мына бала жаман бетсіз дейді. Просто бәрін танимын да. Жақын. Тығып беріп жатыр ма? Нан түсіріп белгілеп саламыз ба? Былай. Армандасайдың примерно сценарийін біліп отырмын да, мен мына жаққа бәрімізді жинап алады да. Мына жақта маски шоу болады. Примерно қорқытайын деп тұрға, стоять деп жақсы қояды да, қалжың пранк дейді. Короче, мені естіп жатсыңдар ғой, ондай нәрсе келсе қорықпаңдар. Смело ұра беріңдер. Сондай бірдеңе болайын деп тұр ғой. Короче, менің почеркім онша емес болып отыр, неқта ше, соған миым ашып отыр, қайтпесім болды, симай қалды еще сай деген ше. Қазір мына жақта жанын береді, өйтіп айтпа. Мынандай бөлінді, короче, симай қалды, ойша армандасай деген. Менікі байқайсыздар ма, жазу, оқу деген. Тек қана тіл ғой, сөйлеу ғой, менікі сөйлеу. Сөйлеуден кайф аламын, білмеймін неғып екен. Не істейсіңдер? 80% қалай. Мына жігіттер. Жас болдыңыздар ғой, да? Басы қызық емес болуы мүмкін. Может, уже болып жатқан шығар. Соңына қарай қызық болады. Қазір сұрақ қоям. Сол сұрақты өздеріңіздің блокноттарыңызға жауабын жазсаңыздар. Жоқ, ешкім оқудың қажеті жоқ, өздеріңіз үшін ғана. Сұрағымды да жазайық па? Жоқ, сұрақтар емес, сұрақты жауабын ғана. Күшті болып отырғандай, қызық. Мынандай нәрсе шынымен андай бірінші рет болып тұр ол. Қазір сұрағын қоям. Түсіріп берші, блоқтан просто өзім жаза берейін. Сен түсіре берші. Крупныймен күшті боласың ба? Бір ғана сөйлем жете ма? Қалай ыңғайлы?
терапия сияқты екен иә. Ну, по идее, больше психологически нагружает, по той причине, вроде бы и юмористическая есть начинка. Ну, с одной стороны, то, что человек инкогнито, как Мариарти, анонимус. В-третьих, ну, честно, это голос сопровождения, вот этот синтетический голос, он сильно перегружает человека. Оно вроде бы дает доверие, но с одной стороны отталкивает вот эта непонятность. Бірінші рет тыңдаған кезінде көп сөйлейді көп сөйлейді әртүрлі сөзін, бірақ қалай қандай жеңіл контент либо несі бар жеңіл емес, сөздері арасында түсініксіз болып кетеді. Бірақ әзілдері өтеді, именно әзілдер өтті дейді. әзілдері өтті ішіндегі. ерекше формат деді, новый формат, потому что барлығы ауызекі айта салады, ал мынау енді адамның өзінің несін, вниманиясын аудартады да, и қарайсың да, и потом сөздері де андай қорқынышты қылып айтасың, но при этом күлкілі да, енді кәдімгі жиза ғой айтайын, жизаны айтасың да, сондай ерекше форматта, и маған ұнады да, прям вау, это күшті әдемі кіру деп айттым ғой, молодец дедім. Бұны ең бірінші рекомендациядан шықты тиктоктан. Бұны кім деп ойласам, мен өзім досым болатын баяғыда Мұқағали деген. Потом көретін шығарсың, мен сол деп ойладым мен. Ол Бусан жақта тұрады. Сосын барып уже местоположениясын мен көрдім да. Таудың ар жағын, садан жейді білесің сен, иә? Сол таудың ар жағында бір не бар, жетісат бар білесің ба? Сол түсіргенсің. Короче, сол жақта түсіргенім мен ол емес екенін білдім да, потом сол жұмыстан босамайтын бала. Былай армандаса жақсы проект, мен қызықтым, мен достарыма жібердім, достарым айтады, мынау жынды проект екен, сенсің ғой деді, сұрады. негізі осы ғой. Негізі маған плотно алып кетті, короче. Біріншіден Армандасай өзі логотипін өзі айтып тұр, басқаша ерекше, и мынау жобаның өзі в целом жаңа формат, психологически адамға реально давить етеді, то что скрытый адам және де дауысын өзгертеді, соның барлығы кәдімгідей психологически басады, бірақ бір жағынан өзіне доверие, и екіншісінен андай қазір как будто біреуге разоблачение істегісі келіп тұрған сияқты, каждый раз кіремін да, бүгін бір Кореядағы біреуге разоблачение істейма деп қарап, сондай бір чувство болады екен да. Кореяда әлі ондай көрген жоқпын, сондықтан да маған формат өте ұнап жатыр. Мен де қосып кетсеңші, мен ғана хейт айттым. Мен ең басында көргендегі ойымды айттым, жаңа көп сөйлейді деп, басында көріп отқан менде көп сөйлейді дедім, бірақ приколдары өткен. Сосын одан кейін историяға салып бәрін отмент еткеннен кейін қызық бола бастады. Интрига болып жатқаны күшті болды, соны ұнады. Сосын кәдімгі бір игра в кальмары киносындай секілді болғаны қызық болды. Сол үшін респект. И айтып қоямын ғой, айтады ғой енді, қайқа барамыз, жиналамыз айтпайды да, ешқайда қайқа жиналайық, анам айтпайды, айтам ғой, өздерің келіп қарастар кешкен алып келесіңдер айтып қоямын ғой ше. Сосын мен айтам Құралайға, а давай екеуміз анау маска бар ғой, который нервін қызыл киіп алатын, солардың маскасын киіп тағып барайық деп прикол ұстап қоямын ғой ше. И потом ойладым, то что ерекше бір нәрсе болатын сияқты деп ойлап тұрмын енді, надеюсь, мынаның бәрі не зря, надеюсь. Менше мен не адам емеспін. И сосын бар ғой, өзің түсіріп алмайсыңдар ма? Мен влогымнан ұрлау деген жоқ, менде авторский права деген бар. Түсіріп тұрмын. бәрі ойланған. Дұрыс қой, қосылып тұрмын. Камераны біреу ұстап, мен сөзі жаман қуалышып кетемін десем. Жалпы мен бұл осы видеоны көрдім ғой, маған ретке шықты, негізі ең бірінші ретке шықты, короче. Бірден қарамда, енді творчествоның адам болғаннан кейін бірден айтар ойын былай айтқанда түсіндім десем болады. Чувствовать етесің кәдімгідей. Не айтқысы келіп тұр. И келе жатады. Ең біріншісін көрмедім мен, үшіншісінен ба, төртіншісінен бастап көрдім. И сонымен дальше біріншісіне түсірдім. Біріншісінен бастап қайтадан төрткейін көріп шықтым да. И одан кейін жаңда өзім уақытсыз кәдімгідей мен уақыттарына дейін қарадым ғой. Кәдімгі бір аптадан кейін ба сөйтіп шығарып жүрді ол ше. И сосын мен ойладым, значит, бұл адам жай контент шығарып жүрген жоқ, короче. Развлекательный қылып елге берді, короче, бұл ше. И сонымен тұрады да бір кезде. Байқадыңдар ма? Андай болды ғой. Кім байқады? Басы әдемі әзілмен басталып келеді да. Бір политикаға қарай бұрғысы келеді. Аха, бір политикаға қарай кеткісі келеді да, бірақ та мандай ғой. Политика дейтін ол бір мемлекеттік политика емес. Бір өзіндік бір политика ұстанғысы келеді, короче, ол ше бір айтар ой бар да. И сонымен резко сол нәрсені түсініп қойдым да. И бұл Армандасайдың контентін до конца, короче, шыққанмен жандай жезухан күтеміз ғой, қашан шығады. Тура сондай болды менде эмоция.
шыны керек мен бүгін ең бірінші болып келдім. Егер алдағы уақытта бір келісетін болып жатсақ, бірге жұмыс істейміз дейтін болса да, істейсіңдер ма десем. Давай, короче. Сәттілік баса беріңдер, армандасай, армандар орындалады, мақсатың айқын болса деп. Мафия ойынын білетін шығарсыздар бәрлеріңіз, да? Сұрақ, сіздердің араларыңызда отырса қазір қандай ойдасыздар, немесе кім деп ойлайсыздар? Жеке пікір. Қандай ойдасыздар? Қандай ойдамыз? Кім деп ойлайсыздар? Қайсысын? Признавайтесь сразу, мен мирный жительмін деп ше. Больше подходит века, вот она синтетический голос применяет в том случае, если боятся разоблачения голоса. Особенно если это женщина, то боится, что на нее не подумали, она начинает лицо скрывать, более мужской голос применять. Я думаю, это женщина. Кім нақты? Женщинасың. Қыз да болуы мүмкін, да, иә. Либо он, либо он. Он. Либо он. Он неделю назад приехал, и эта движуха начинается в тот момент, когда он переезжает уже. Не. Я думаю, интрига в чем. Либо я, либо он, да, Короче, сол. Интрига начнется. Ернұр, сіз кім деп ойлайсыз? Мен бұл жерде отырғандардың жақыннан білмеймін кім қандай екенін. Арасында Бағланды танимын. Бағлан бай көріп жүрмін, жақсы ұйымдастыру не жағынан жақсы да, мынаның да ұйымдастыру өте жақсы болып келе жатыр. Сол себепті мен Бағлан деп ойлаймын. Андай қара худи киіп, капюшон артынан шашын бәрін жасырып алып, маска киіп алып, жарасады өзіне. Бәлкім. Точно. Бәлкім. Бірақ білмеймін, бірақ. Сіз кім деп ойлайсыз? Мен вообще ойлап отырмын, мен емес осылар деп. Мен ойлап отырмын, мына жерде отырған адамның ішінде біреу ешкім емес сияқты. Жоқ, болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Мен просто сондай сұрақ қойдым ше. Болса қандай ойдасыздар, кім деп ойлайсыздар деп. Нақты бар деп айтқан жоқпын. Болатын болса ма? Вообще подозрение алып тастауға болады. Қазақша анау күшті сөйлеп отыр. Орысша. Ол өтіріктен орысша сөйлеп отыр. Қазақша сөйлеген қойып па? Просто ол орысша сөйтті бізге, чтобы біздің немізді басып жатыр да, мен емес точно деп. На самом деле қазақша контент істе, өзім сөйлеген осы. Қазақтардың ортасы кринеп қой. Интеграция. Маған кеп қалдың ба? Короче, мен бұл жақта ешкім деп ойламаймын. Бірақ бәріне қарасам, короче. Сонда анда бәрі қорқынышты отырды, анда бір-бірлен жасырып отқан сияқты ше. Сен олардың қатарынан емессің бе? Қалжыңдап отырмын. Мен негізі мына жігіттен күдіктенемін. Басында өзіне де айтқам. Осы жігіттен күдіктенемін. Күдіктенгенде күдіктенбеймін. Вроде осы сияқты маған көрінеді ше. Былай айтқанда Кореяда көп жүрген, көп көрген, көп білет. И сосын көп жыл өткеннен кейін ойлаймын да мен бір нәрсе жасағысы келді деп ойлаймын мен мысалында. Сіз айтсаңыз өз ойыңызды енді. Мен ғой? Мен ғой? Масканы берсей. Мафия ведущий ғой. Ведущий? Иә. Бағанан бері сторис салып жатыр, нетіп жатыр, пароль бәрі өзінде ғой. Жоқ, ол арамызда деп тұрмыз, мүмкін өзі шығар. Сол айтып тұрмын, өзі ғой, ведущий. Мә, брат, негізі бар, логикам масқара сеніңше айтып. Бағанан бері сторис салып жатыр, өзі күтіп жатыр. Естественно ғой, енді естественно ғой, енді жүру жерінде деп қазір бізге. Если арамызда болатын болса, менмін. Ешкімнен подозревать етпеймін, менмін ғой, арамызда болатын болса. Достар, енді бетімді ашайын деші. Мен негізінде бұл жақта жоқ деп ойлаймын. Если былай келетін болсақ, мына ведущий ағай сияқты. Қайта жаман подозрительный ше. Андай масканың артындағы көз болып тұрмай. Иә. Қолдарын көрген ма? Қашты отқансын, тұмпиған кішкене. Я сол сияқты еще жаңа бүйтіп қарап отырмын да, сторис салынып жатқан кезде ойланып жатқам ғой, осы кісі мекен салып отқан или ана жақтан біреу салып жатыр ма деші. Енді екі адамда шығар енді аккаунттың несі. Сіз ғой, иә? Сіз ба? Сіз айтып қосарыңыз бар ма басқа? Сіз онда болды. Болды да? Болды, сіз. Точно сіз. Неғып қойсам болды ғой? Қосаңыздар болады. Сен маскасың? Ана толстовка ма? Не? В общем, вот маска, это маска. Всем интересно, кто же будет сейчас. Тоқтай тұр. Маска тағып көрсінші, бәрі маска тағып көрсінші.
Маска тағып менде көрсінші. даже ой жоқ кім Маска болуы тағып мүмкін. көрсінші. Аха, маска тағып көрсінші, примерно құс атып көреміз бе қалай? Нет, Сәкен аға емес. Міне, Сәкенге де қара. Қыздар, жігіттер, қалай ойлайсыңдар? Жоқ, Сәкен аға емес. Микрофон кімде тұр? Міне. Сәкен аға емес. Қарасаңыздаршы. В общем, решили уточнить точно, может кто-то среди нас. Иә, дауыс ұқсайды негізі. Байқадың ба, дауыс Сен ұқсайды. дауыс енді андай ғой. Дауыс ұқсайды. А там микрофон что ли? Там же это? Давай. Сейчас мы неме жүріп тұрып барып түсіріп концерт По туалетке бар. Бүйтіп көріңіз. Жоқ былай. Жоқ былай, иіскеп көрсеңіз, потом бір өліп екінші иіскеп. Нақты білесіңдер. не точно не құралай Сен белгілі. Өзің сіңілің болғаннан кейін жақтама. Өз, по-моему, осы екеуі ау құралай кет, болмаса бағылан кет, біреу түсіреді ау осылардың ше. Мен жалдаған шығар олар болды. Ешкім білмейді. Әне, мә саған. Мені жалдаған шығар деп отыр. Жүргізуші жігіттің өзі айтып отыр. Ем айт, мынау, Блин, мынау, отвечаю. Келді. сен емес Все плохие люди тут. Адамдарға көрсетеміз ау. бүгін менің түрімді білуді армандаса деп Сөйлесеші, маска жиғылсың міне. Қалайсыңдар? Осы сен сияқтысың шаталап. Ассалаумағалейкум, жаны жайсаң жүрек таза қазақ елі. Маған келмейді ғой неге мына жынды. Вот всем интересно. Интрига века. Все друг друга обвинили уже все. Қалай, нормально ашы жегені Обвинили уже все. келмеген адамдарға көрсетеміз ау. Интересно. Да. Можно водки? Все открыли для храбрости. Дайынсыздар ма? Иә. Дайынсыздар да? Мынау дайынбыз. Ал, құрметті достар, неяқтан қазір жаңағы армандасайдың несін көрсетейін деп жатыр. Авторы дей ма, қалай айтады? Бірінші неңіз қандай? Абдулла мен всегда ақылдым Абдулла осыны шақырып жатыр не істейміз барамыз ба давай барайық қызық иә не істейміз давайте кім екен деп күн сайын сөйлесемін ғой ше ақылдасам күн сайын бар ғой ше мә деп қашан барасың күн сайын звонимін мә арамушка Бағлан арқылы бәрін біліп аламын, кім келеді, кім келмейді. И сосын бұған айтамын кәдімгідей, бақа давай шақырсай, давай бірге бәрін қадатсайық да. мен вообще ойлап жүрмін ғой карачан келеді екен анау келмейді екен мынау келеді екен анау деп бәрін сұрап жүрмін ғой мә мен вообще грамм подозрение болған жоқ менде Келесі. жестко Мен сен айтайыншы. Әлі ойым жинақтай алмай жатырмын дейді. Сіз айтсаңыз. Ну, что сказать, из-за того, что он много болтал, я подумал, блин, наверное, не он. Смешно, но к серьезности точно не относится эта ситуация. Но когда повернулся, я подумал, это ты что ли, я так смотрю, не похож, он же здесь где-то сидит точно. Но прикольно было очень сильно. Можно сказать, мафия в реальной жизни. А это не закончилось? Иә, бұл қазір. Бұл енді басталып отыр, қазір дальше болады. Армандасайдың жалпы таныстыратын боламын өздері. А, все, окей. Болды. Болды. Сіз айтсаңыз. Мен ба? Иә. Окей. Өз-өзін ұстап айта берейін ба? Вообще интригант екенсің, базар жоқ бар емес пе, түр бермей қалай жүресің? Рахмет. Сен вообще Актерскийді құрдан Сол айтып көріп отырмын, неқта сен дейтін қорғап жүрсің сен актерскийға кетсеші. Вот, сол қорғамаш үшін осындай нәрсе дүниені бастап отыр. Молодец бала екен. Көрдіңіздер ма вообще има, капец. Болды ма? Иә, болды. Тәкенский. Мен вообще жақсы араласамыз ғой Абдулламен, бірақ менің өзіме білдіртпей, еще бірақ маған күнде жазады, кім келеді қасында. Рүстеммен бірге жүрдім осы соңғы 2-3 күн бойы. Рүстем келе ма, Рүстемді алып кел бірге деп айтып жүр. Неғып айтып жатыр деп менде сомнение вообще болмады. Сөйтсем өзі болып шықты.
құттықтаймын мен не деймін иә рахмет не бір нәрсе айтайыншы Аха. еще ема жоқ еще бүйтіп қойды ғой блин надоело бүгін ғана тойдан сұрандым ғой жынданып қойды тойдан қалдым бүгін не үшін бүгін отмена деп қойшы мәссаған бар ғой мен айтып қоямын бекаларға ема абдолла тойын қалдырып байғұс анау не істеді деп қоямын тойын қалдырды еще мен үшін еще айтқан ғой мен панжуда болған мен үшін ауыстырып тастады деймін да күнді и абдолла блин бір тойынан қалып қалды миллионнан айырылып қалды деп қойсайшы соңғы түйенің жүгі ауыр дейді. мен абдулла екен бүгін подозревать еттім ғой саған есіңде ма? Иә бағана. Ой брат кумашы бір нәрсе деп неттім да примерно абдуллаға деп ойладым, бірақ до конца өйтіп ойлаған жоқпын да. Келгеннен кейін жаңа көрдің ғой астына келдім да мен кофе мынау сен ана жақта жалғыз отырдың ше? Иә. И Абдулла мен Сәкен екеуі жүгіріп келді. Мен шошып кеттім. Мен қорқып кеткенмін ғой, мә қалай болады екен деп қорқып кеттім. уже сөйтсем жоқ сен ба маска деп кірген бір күлкім келді бірақ шыдадым. Астына сен ба маска деп маған көтеріп келді. Жаңа ентігіп тұрды ше, сен ба маска деп тұрамын. Мен өзім ұстай алмай қалдым. Сәкен. Ол қалай таптым? Астында сенің сторисіңді көрсеттім да, сен салдың стористі, иә? Сөйтіп ана қыз камерадан көрсетті, камерадан қараймын ғой, қарап тұрмын, где-то бір 10-15 секунд қарап тұрмын, сен жүрсің ғой, ары бері нервистеріп ше, примерно. Сосын мынаны көрейік та дедім, Абдуллаға кірік десем, Абдулла кірмейді ғой. Күтейік та деп. Сосын әйтеуір жетектеп кірдік қой. Сол короче Абдулла екен, бірақ та подозревать еттім, бірақ до конца подозревать еткен жоқпын мен. Осы жаққа келгеннен кейін мені бір нәрсе қатты қысты. Шыны керек көзіме жас келіп жатыр. Неге десеңіздер, мен осы күнге жету үшін негізі бағана кіретін кезде ойладым да мен. Қыздар, жігіттер барлығы толық кесе екен деп. Мен осы кішкентай нәрсе арқылы алдағы уақытта үлкен нәрселерді бәріміз бірлесіп жасаймыз деген ой болып, шыны керек толқып кеттім қазір. Бұл толқыныз, бұл жалпы келіп жатқан эмоция. Бір жылдан бергі жиналып келе жатқан арқадағы үлкен жүк мен үшін. Шыны керек қара жұмыс жасадым, мойындаймын, ешкім жасырмайды. Арбайтта жұмыс жасадым, стройкада жұмыс жасадым. Бірақ мені бір нәрсе қысты. Ол қысқан нәрсе орта жоқ. Келем, Инстаграм ақтарам, анаған жауден деймін, мынаған жауден деймін. Біреуге жазғым келеді, жазам, бірақ ответ алмаймын. Бұл неге? Просто так ашин ответ беріп, жоқ бауырым, мен коллаборация жасай алмаймын десе де, ол риза болып қалсам, бауырым жарайды, басқа біреуге кетесің. Көптеген адамдарға да жаздым, орыстарға дейін шығып кеттім, шыны керек, орта іздеп. Орта жоқ. Бұл ашылу мақсаты жалпы. Бұл творчество және де бизнес. Осы бір нәрселерді бірге қатар алып, екеуін тоғыстыра отырып, үлкен дүниелерді шығару. Сізбен біз бол. Творчествоны адамдар түсінеді оны. Іштегі творчествоны шығару үшін адам ішінде қалып қалатын болса, адам өртеніп кетеді. Адам шыдай алмайды. Оны әнмен болсын, бір бәлемен шығару керек. Сол себепті осы жаққа келіп мен бүкіл ағымнан ақтарылып, влогымды да түсірдім, ананы тастадым. Қазіргі таңда біреу білсе, біреу білмес, біреумен Бай Абдулла деп таниды, біреусі әнші деп, біреусі тамада деп таниды, біреусі нау жігіт па, қумашы, я тиктокта бейіп жүрген деп ойлайды. Барлықтарыңызға Алла разы болсын, жақсы комментарий болсын, жаман комментарий болсын. Бірақ мен осы бір үлкен істі қолға алдым, және де оны толықтай атқарып шығам. Ол істен кейін жаман комментарий жазғандар енді ойларыңыз толықтай өзгертеді деп ойлаймын. Күнделікті әрқайсысына жеке-жеке беріп шығам дедім. 12 адамдай шақырдық, 10 адамдай. Сол адамдардың бәріне жеке-жеке мынау өмірдегі ең қымбат дүние. Ол байлықтан да қымбат. Ол бір сырты, материалдық жағынан емес, ішіне жазған бағана мен сіздерге қойылған қазіргі таңда не істеп жүрсің, қандай пайдаң тиіп жүр. Ол қазіргі таңда пайдаң тиіп жүрген нәрсеңді жаздың ба, ол сен ойлап жүргенің бір бөлек, жазғаның бір бөлек. Ақылды бастан ақымақ қаламсап артық дейді да мысалында. Сол үшін сіздерге жаздырдым, және ол сіздерге қымбат. Енді алдағы уақытта елге, жұртқа қызмет етем дейтін болсаңыздар, мінекей, ашыңыздар да осы нәрсені қараңыздар да, ары қарай жұмыстарыңыз жасай беріңіздер деген ниет, мақсат. Мен айттым ғой, жаңа келген кезде көп орта іздедім мен. Медиадан, творчестводан, бизнестен орта іздедім. Таппаймын. Жүрім, сандалып жүрім. Ана барам влог түсірем, мына барам влог түсірем. Бүкіл шабытым бәрін сол влогқа арнап түсіре берем да. Тупо жынды адам құсап ше. Бірақ осы нәрсе жүрегімде болды. Бір күні шығарам. Екі адамға болсын мен осыны көрсетіп шығарам дедім. Және де бүгін шығарып отырмын Алланың қалауымен. Біріншіден. Бұл Армандаса нетворкинг ортасы осы Кореядағы жалпы медиа, творчество, бизнес, туризм, медицина, неше түрлі саладағы, былай айтқанда, жұмыстардың барлығы осы жерде
орындалады. Жалпы өздеріңіз білесіздер ғой нетворкинг не екенін. Нетворкинг білмесеңіздер мен кішігірім айта кетейін. Нетворкинг жалпы қарым қатынас деген мағынада. Менің түсінігім бойынша нетворкинг қарым қатынас деген мағынада. Мысалы бір бизнесменмен жолығып қалдыңыз, сол арқылы сіз мобилографсыз ба, сіз әншісіз ба, қызық емес. Бірақ сол адаммен танысу арқылы сіз өрлеп өсесіз. Я сейчас его понимаю, что он объясняет, что он хочет донести до нас. Он хочет централизировать именно эту творческую среду, а именно среди казахов, среди людей, которые с Казахстана приехали, дойти до того человека, которому нам было бы сложно дойти и донести свои мысли. Вот он хочет это до нас донести. Творческая среда будет очень большой, можно сделать что-то прекрасное, идеальное, что покажет нашу силу, нашу возможность, которую мы можем донести до нашей аудитории. Кореяда жүрген отандас бауырларымыз, достарымыз, жаңадан келіп жатқан, баяғыдан жүрген достарымызға бәріне ризамын. Қара жұмыс істеп болсын, адал еңбек бастысы адал еңбек. Өзім де қара жұмыс жасадым. Қолдаймын, красавчик. Бірақ сіздердің іштеріңізде де творчествоға қызығып, бір нәрсені жасағыларыңыз келеді, бірақ орта таппай жүрсеңіздер, келіңіздер, құшағымызды ашамыз. Кеңіздер, көріңіздер, үйрететін нәрсені үйреніп, бірге жетістікке жетеміз. Осы арқылы, мысалы айтып отырмын ғой, әрбір Кореяда жүрген қазақ бауырымыз осы сфераға кіретін адамдармен бірге сол бір шеңберден шығып, бастағы шектеулер деп жазады. Шектеу десе көбісі күледі ғой негізінде. Бұл күлетін нәрсе емес, бұл шын өмірде бар нәрсе. Әнші болсын, биші болсын, менің мақсатым осы жақтағы қазір бұрыннан жүрген, жаңадан келіп жатқан жастар, творчестводағы өнерлі жастар өте көп. Байқаймын. Сырттарынан қараймын да. Мен сияқты жүріп жатқан жастар көп. Қазір жаңадан келіп, мобилографияны қуып, не істе тупит етіп жүр кәдімгідей. Қараймын да кәдімгі жас келеді көзіме. Мен де үйсіп жүредім ғой. Сол бір жастарды тарту, сол бір жастарды шығару, көтеру. Құдай қаласа, Кореяның да медиасын шулатуға болады, Қазақстанмен совместно алтын көпір жасауға болады. Ол қандай бағытта болсын, бизнес болса да, мысалы, сен блогер болып, осы жақтағы бизнесмен, қазір көбісі мысалы машинамен айналысып жатыр да. Мысалы, өзім де машинамен айналысам, партнерларым бар да. Машинаның бизнесі мәңгілік емес. Ол 1-2 жылда тоқтай ма, Құдай біледі. Бірақ одан басқа бизнестер толып жатыр. Алдағы уақытта сол бір жаңа бизнестерді жаңа дәрежемен бастаймыз деген ойдамыз. Сол себепті сіздерден қолдау күтеміз барынша. Түпкі мақсаты сен айтқың келген бұл жақтан біз босқа қайтпай Қазақстанға қайтсақ та осы жұмысымыз тұрады да былай. Алтын көпір ғой сен айтқың келгені. Армандасайда шектеу жоқ. Арманда, кәдімгі өзіміздің қазақи тілде арманда. Арманда деген сөзден шыққан. Ал енді сайға келетін болсақ, ағылшынша тілге не істегенде аударғанда сөйле, айт деген мағынада. Арманыңды айт, біз жасаймыз. Қалай? Бірлесіп, қарым қатынас арқылы жасаймыз деген мағынада шыққан дүние етін. Мен андай адаммын да, біреуден қайталап нетеміз, новый бір нәрсе ұйымдастырғым келеді да. Соны сен алып шықтың да, соны бар, қазір риза болып отырмын. Если бір нәрсе бастаймыз десең, мен всегда за да. Рахмет. Если істейік десең, істейміз. Мен алдағы уақытта команда құрам. Бұл жердегі шақырылып отқан адамдар, бір командаға кіріп отқан адамдар деп ойлап қалмаңыздар да. Бұл жай сіздерге армандасайды таныстырып, армандасайды ашу. Презентация ретінде. Даже логотипінің өзі сразу бір адамға бір түрткі береді да. Және де мен түсінгенім андай армандасай бір entertainment сияқты да. Ал entertainment'ын мен өзім біліп түсінуім бойынша entertainment көп затты қамтиды да тоже. Любой сфераны қамтиды, және де ол бағана өзің айтып жатқандай реально мост қой. Тұлға адамды жарыққа шығарушы. Өте күшті идея екен. Қолдаймыз. Негізінде анау армандасай жазды ғой. Сол кезде мен былай қатты интересно болған жоқ шы. Барам, бүйтем, қызық болады деген ондай болған жоқ та. Сосын бүйтіп Инстаграмнан бүйтіп логотипін жақындаттым ғой. Логотип прям бүйтіп бір-бірін ұстап тұр ғой. Сол кезде түсіндім да, мынау бір нормальный проект ұсынатын шығар деп ше, осы бала деп. Қараған кезде вообще ішім бүйтіп айналып кетті ғой. Абдолламен ақылдасам ше. Абдолла қалай, кім деп ойлайсың, не деп ойлайсың, кім ол деп. Бірақ мен білдім, ішімнен то, что айтып жатырмын да, адам көп қой деймін да, арманы бар адам көп, ішінде креативті бар адам көп. Айтамын, ол ми істейтін бір бала болу керек, жас бала. Қаласынан недавно келген болу керек деп өзім ойладым. Қаласынан недавно келген біреу, потому что ол қазір шығып жатыр ғой енді, сол үшін жас бала екен көрініп тұр енді. Мен қуандым, сразу бірінші көрдім, қуандым. И ішімнен андай кеткен ғой, почему до этого времени ешкім оны ойлаған жоқ, бұндай проект даже ойлаған жоқ. И подход какой мысалға да, адам интригующий. И менде андай ой болды. Менде ой болды, сразу
поддержка істеу керек. Алдында сөйлескен кезде менен сұрақ қояды тоже, сен арманың қандай дейді оған. Арманың қандай? Осын пример армандарымды айтып отырмын ғой. Ну, елдің бәрінің арманы машина мен үй, менің арманым вообще Қазақстанға барғанда Есентай мол сияқты нәрсе құрып тастау дейді ғой. Мен арманым. И тұрамын да. Реально сен арманда шектеу жоқ екен деймін да. Сенің қазіргі мынау бізге ұсынған ойың, это то же самое, реально шектеу жоқ. Бұл өте мықты проект болып кетуі де мүмкін. Сондықтан саған сәттілік, рахмет. Өте прям реально менің жүрегіме жетті айтқан нәрсең, мен сенің ойыңды түсінді, потому что сен қиялы адамсың ғой. Аспандағы нәрсені сен ойлап реальностьқа әкелу мүмкін да. Сондықтан да тек қана сәттілік, біз қолдаймыз. Адамдар көп, круг, Құдайға шүкір. Бәріміз қолдаймыз, рахмет. Тек қана алға бірге жасайық. Өте керемет. Официально ғой енді Армандасай аты. Официально. Армандасай нетворкинг орталығы деген жалпы басында айтып жүрген кезде түсінбедім. Бүгін окончательно түсіндім, жақсы түсіндім. Ойымызға, жүрегімізге, түбімізге жетті. Жақсы. Негізі дұрыс андай мида шектеу жоқ деп айтады ғой, менде творчествоның адамдар бір-бірін еще жақсы түсініп, жақсы жаңа идеялар, жаңа нелер бәріне қолдаймын, бәріне дайынмын, және де өте керемет. Еще интрига бәрі жақсы өтті деп ойлаймын. Өзіме де қызық болды бәрі. Сіздерге қалай болды? Интрига. Вообще. Ең главный түсінгенім душа да. Ішінде сен душаңды бұл проектке бүкіл душаңды салғаның, сенің осы бізге түсіндіргендегі сенің эмоцияңнан бәрінен бізге қатты жетті, жүрегімізге жетті. Және де до конца қолдауға дайынмын. Армандасай — это сейчас, как можно сказать, зерно. Мы знаем, что сеем, но не знаем, что из этого вырастет. Я надеюсь, что в дальнейшем это сообщество будет сильное. Надеюсь, что вы получите инвестицию, у вас будет все официально, что у вас в денежном плане все будет хорошо. Мен өзім Алматыда болған кезде Juice Entertainmentпен жұмыс жасағам. Сол кездегі атмосфераны қазір андай. Сол кезде сағынып жүргем ғой өзім, концерттерді, ана организация, ана стафпен жұмыс істеу, соны сағынып жүргем. И мына жерге келдім да, қазір енді көп жақсы творческий милар ғой мына жердің бәрі. И сол ана атмосфераны чувствовать етіп отырмын да. Ал ол кезде жұмыс істеген кезде мен білем, то что үлкен дәрежеге жеткен адамдар оның бәрі сол кішкентай ғана осындай отырыстың өзі үлкен дәрежеге апарған болатын. Сондықтан да қазір де мына жерде сондай атмосфераны сезініп отырмын өзім. Мына Армандасай қазір осындай кішкентайдан басталып жатыр, үлкен белестерді бағындырады деген ойдамын. Күшті бір бастау деп ойлаймын. Рахмет, Алла разы болсын. Енді қаншалықты кішкентай болғанымен, бұл мен үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Өзімнің жүрек қалауымдағы нәрсемді істеп көрсеттім. Сол себепті қазір лентамызды қайық, негізі дұрыс қимауымыз, жаңағыдай дұрыс не істемеуіміз мүмкін, бірақ дегенмен барымен базар ырымын жасайық. Құтты болсын. Армандасай нетворкинг ортасы құтты болсын, достар. Рахмет назарларыңызға. Алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге сіздерге үлкен рахмет. Нан тағымы? Бәрекелді. Құтты болсын Армандасай. Рахмет. Құрметті көрермендер, баршаларыңызға рахмет, назарларыңызды соңына дейін бұрып, дәл осы каналдан өтіп кетпей до конца қарағандарыңызға. Мен күткен деңгейден де биік өтті. Қанша адам толық келмесе де, Аллаға сан шүкіршілік біріншіден. Ал келмеген адамдар өздерінен көрсін. Вообще Абдолла екен білген жоқпын да. И мен шок болдым шынымен де, потому что бұл күн сайын менімен ақылдасады ғой. Ақылдасады, мен вообще мүлдем күткен жоқпын. И бағана білген кезде мен эмоциям былай шок болды да. И мен айтып жатырмын Абдоллаға айтып жатырмын, қалай сен бір ай бойы сонда интрига ұстатып, дым айтпай, үндемей, даже ештеңе білдірмей жүрдім деп жатыр. Это же невозможно, например, проектті үндемей, көріп, бәрі біледі, бірақ как это возможно? Сен шын нәрсені, бір нәрсені қалап тұрсың ба, ол нәрсе үшін көп нәрсені құрбан етуге дайын болуың керек. Құрбан ете алмасаң, мысалы қорқынышқа бара алмасаң, ешқандай жетістікке жетпейсің ғой. Сол себепті менің алдымда ешқандай қорқыныш жоқ, тек қана бір Алладан қорқамын, және де бір Алладан сұраймын. Алланың қалауымен бүгін осындай көптің ойында жүрген, интрига болып жүрген көпке бүгін ашылды. Осындай бір, енді ортасында өтіріктер болды, енді өтірік айтам деп айтпайсың ғой, енді просто осындай бір нәрселерді айту керек болды. Айту керек болғаннан кейін айтты. Өзіңе қалай бүгінгі кеш ұнады ма? Кайф, өзім күтпеген эмоциялар болды. Да? Шыны керек. Қобалжыдың ба?
мен бар ғой шыны керек қобалжығанымды білдірмеу үшінші әдеттегіден көп сөйлеп кеттім. Хрустик айтып жатыр ғой, он көп балтал, короче, мен ол несерьезный пацан деп қарадым деп ше, мен өз-өзімді ұстамай көп сөйлеп кеттім. Вообще күтпедім. Эмоция келіп жатыр, қобалжып жатыр. Мен даже ойладым, мен Абдусафарға жазып қоямын ғой, масканы шешпе, көрсетпейміз деймін ғой, короче. Ол оқыған жоқ ғой, оқымай істеп қойды, ол негізі істеген дұрыс болды. Алла разы болсын, барша қолдау білдіріп келген жандарға. Жастар ойлайды қазір, жақсы жерде жүру үшін, мобилограф болу үшін, ақшаны осындай бір нәрселерден табу үшін, жаңағындай үлкен жерлерде жүру үшін виза керек деп. Ондай нәрсе керек емес. Визасыз да машинаның бизнесін дөңгелетіп отқан қаншама бауырларымыз бар, ағаларымыз бар. Сол себептен ешқашан ештеңеден қорықпау керек. Ұстаймын десе, орныңызда жатқан жеріңізден ұстап алып кетеді. Алланың қалауы. Аллаға тәуекел етіп, тек қана кез келген қорқынышқа бара білу керек. Соңғы түйін осы. Барша осы творчествода жүрген, бизнеске жақындаймын деген жандар болса, жігіттер болса, қыздар болса, Қазақстаннан Кореяға келе жатқан жандар болса, қара жұмыстың темасын сұрайды ғой. Мынандай жұмыс бар ма, мынандай жұмыс бар ма? Қыздар, жігіттер, сіздерге айтарым, қара жұмысты іздемеңіздер. Кореяға келіп, керемет жұмысты визасыз да істеп, жақсы ақша табуға болады. Оған өзім дәлел ретінде алдағы уақытта үлкен дүниелермен бөлісем, сол дүниелерді қарап, алдағы уақытта келіп жатсаңыздар, дәл осы Армандаса нетворкинг ортасына қазір подписканы жасап, бізбен бірге болсаңыздар, үлкен нәтижелерді күтесіздер, көресіздер. Баршаларыңызға рахмет, назарларыңызға. Келген жандарға алғысым шексіз. Әндетемін сені сағынғанда, тең етемін аппақ атқан таңға, жүрегімнің жар шыққан әні бол, мейірімге толы өмір мәні бол. Болшы жаным, бол жақын жаныма. Армандасай жасасын.